Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін батон нан дайындағалы жатырмын. Алдымен ас қасық тұзымды, жарты ас қасық қант, жарты стакан айран және 1 стакан жылы суымды құйып, 1,5 шай қасықпен дрожжымды саламын. Араластырып 10-15 минутқа тұндырып қоямын. Міне 10 минут уақыт өтті. Енді ұнымды сеткадан өткізіп, қамырымды ашытамын. Қамырымызды ашытып болғаннан кейін 40 минутқа қойып қоямыз. Арасында қамырымызды басып тұрамыз. Міне 40 минут уақыт өтті. Қамырымыз күшті болып көтерілген екен. Енді қолымызбен кішкене қамыр үзіп аламыз да оқтаумен қамырымызды жаямыз. Видеодан көргендеріңізде қатты жұқа қылып жібермей жаясыздар. Қамырымызды жайып болғасын, қамырдың басынан бастап аяғына дейін қолдарыңызбен осылай орайсыздар. Жан-жағын өздеріңіз реттестіріп жіберіңіздер қолдарыңызбен. Дайын болған қамырымызды формамызға саламыз. Қамырымызды формаға салып, пышақпен үстінен сәл ғана тіліп, енді нанымызды 10 минуттай қойып қоямыз тұндырып. Нанымыз көтерілгенше қоямыз да бетіне жұмыртқа жағып, духовкаға саламыз. Нандарыңыз қызарғанша қоясыздар. Арасында үйден нанды осылай пісіріп тұрған жақсы, өйткені үйдің де нанын сағынасың. Нан өте ыстық болғандықтан сіздерге кесіп көрсете алмадым, бірақ өте жұмсақ әрі дәмді болғаны көрініп тұр. Ас болсын.